Bir адам кенеттен Марста 108 қауіпті күн өткізгенін түсінді. Ол бұл жаңалықты жерге жеткізу үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Көп іздегеннен кейін ол 1970 жылы ұшырылған Pathfinder роверін тапты. Көптеген жылдар өтті. Ол оның жұмыс істейтінін немесе істемейтінін білмеді, бірақ ол бас тартқан жоқ. Жерге оралу үмітімен ол Pathfinder'ды қосты. Алшанға көмілген ескі құрылғы жұмыс істей бастады. Оның сигнал қабылдағышы жақын маңдағы ғарыш станциясына бұрылды. Көп ұзамай жердегі ғарыш орталығының қызметкерлері Pathfinder'дың жұмыс істеп тұрғанын түсінді. Енді олар Марста осы машинаға қосыла алады. Марк Pathfinder'дың өздігінен қозғала бастағанын көрді. Бірақ бұл өте ескі машина еді. Жер мен Марс арасындағы қашықтық соншалықты үлкен болғандықтан хабарлама жіберуге 30 минут кетті. Содан кейін Марк жердегі ғарыш орталығына қосылғанын түсінді. Ол базаға оралып, бірнеше ақ тақта алып, оларға қарапайым сөздер жазды. Содан кейін тақтаны камераның алдына ілді. Жарты сағаттан кейін жердегі адамдар суретті көрді. Олар өте бақытты болды. Бірақ олар тек камераны айналдыру арқылы ғана сөйлесе алды. Бірақ байланыс орнатылды. Марк тез байланысудың жолын ойлап тапты. Ол Pathfinder'да айналдыра шеңбер жасап, белгілі бір қашықтықта әріптер жазылған тақталарды орналастырды. Жердегі ғарыш орталығы да солай істеді. Олар камераны айналдырып, әріпті таңдайтын, ал Марк оны жазып алатын. Содан кейін ол оны оңай шешіп, толық хабарламаны түсінетін. Бірақ бұл көп уақытты алды. Бір сөйлем үшін бірнеше сағат қажет болатын. Ғарыш орталығындағы ғалымдар шешім тапты. Олар Маркке Pathfinder кодын өзгертуді үйретті. Бірнеше күн ішінде ол байланыс роверіне тікелей қосылды.